Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бүгін бір бөлек форматта видео түсіріп отырмын. Қалай тегін инвестиция жасауға болады деген тақырып бойынша. Тегін дегенде қалай? Қазір түсіндіріп көрейін. Қазір банк қосымшаларын, банк карталарын қолданбайтын адам жоқ шығар. Барлығымыз күнделікті өзімізге қажет заттардың барлығын қолданған кезде сол банктың карталарымен немесе сол қосымшалармен күнделікті өзіміздің қажеттіліктерімізді қамтамасыз етіп отырамыз. Және сол банктар өз клиенттерін жоғалтып алмас үшін, олардың санын көбейту үшін, программа лояльность деген сияқты басқа да бір бағдарламалар жасап жатқан кезде, неше түрлі акциялар өткізген кезде көбірек мөлшерде кэшбэк және бонустар береді. Біреулер 5% беруі мүмкін, біреулер 10%, біреулер 15-20%-ға дейін беруі мүмкін. Сол пайыздарды, сол бонустарды, кэшбэктерді қолдана отырып, соны инвестиция қалай жіберуге болатын, яғни қалай тегін инвестиция жасауға болатын бір жолын көрсеткім келіп отыр. Сол үшін мен өзімнің жұбайымның атынан жаңадан бір портфель аштым. Бұл портфельді мен ашық портфель, публичный портфель деп атайды ғой. Сол ашық портфель күйінше жасағым келіп отыр. Енді қазір рететін түсіндіріп көрейін. Ол үшін Евразия банкының смарт-банк қосымшасын ашамыз. Бұл жерде міне бонусы деген бөлікке өтсек, менде қазір жинақталған 26.067 теңге бар екен. Осыны қолдану үшін платежи бөліміне өтеміз де, пополнение мобильного деген бір соны басамыз. Және номерді енгіземіз. Актив. Және использовать для оплаты дегенде бонусты басамыз да. Мысалы 5000 теңгесін жүріп берейік. 5000 теңге қабылданды. Повторить басақ тағы. Неге екенін білмеймін, бірден үлкен сумманы жібере алмай қойған мен алдында осындай тест жасап көрген кезде. Сол үшін қаншалықты қазір бонус жібере алады. Сол үшін мен бөліп жіберіп көріп отырмын қазір. SMS код кетті дейді, бірақ SMS код келмеді. 5000 теңгені қазір 210 теңге жібердім. Қазір үшіншісін келген күтейік. Енді қазір ұзақ күтіп қалмас үшін, видео ұзақ созылып кетпес үшін, олардың скриндерін қазір міндетті түрде қоямын. Енді келесі, мен жаңа актив нөмірге бердім ғой. Актив нөмірдің активтің қосымшасына кіремін. Және бұл жерде мен реклама шығып сразу. Бұл жерде 5000 теңге келіп түсіпті. Мен 2 рет жібергенмін. Бірақ келіп түскен 5000 теңге екен. Әзірше. Енді ары қарай осы 5000 теңгені осы актив қосымшасының ішінде басақшы. Мен 5000 теңгеден артық жібере алмаппын. Қараңыздар, 26000 теңге болған бағана. Видео басында 21067 теңге қалды қазір. Яғни сол 5000 теңгеден бастап көрейік. Бұл видеоны бірінші түсіріп отырғандықтан кейбір техникалық жақтарын дұрыс түсінбеппін. Бірақ барлығы 25000 теңгені толықтай ОГ картаға аудардым. ОГ картадан өзімнің блокерлік шоттарыма аударып, 4 түрлі бірінші ретке акцияларды сатып алдым. Ол акцияларды кейінірек қараймыз, қандай акциялар, не үшін жасалған, не үшін алған, және олардың өзінің нәтижесінде байқап көреміз. Егер видео ұнаса лайк басып, подписка жасап, қоңырауды басуды сұраймын. Себебі солай қазақша контенттің көбеюіне және өз отандастарымызға финанстық сауаттылықты дәріптеуге мүмкіндік пайда болады.